Өмірде әртүрлі жағдайлар, тіпті проблемалар адамның басында болуы мүмкін. Дәл сол сәттерде адамның бойында, ішкі жан дүниесінде үрей туындауы мүмкін. Ол үрейдің салдарынан адам өзін мүлдем әлсіз, тіпті кішкентай бала сияқты сезінуі мүмкін. Яғни оны қорғайтын, қолдайтын бір жан жоқтай. Дегенмен де менің айтпағым, қандай жағдайға адам тап болса да, оның шешімі бар, және де адам бұл дүниеде жалғыз емес. Оны қолдайтын, әрдайым қорғайтын жоғарғы күштер бар. Біз адамдар бұл дүниеде жалғыз емеспіз. Бізді қажет кезінде қорғайтын, қолдайтын, тіпті керек кезде жол сілтейтін, жөн сілтейтін жоғарғы күштер бар. Оны әркім әртүрлі, әрқалай атауы мүмкін. Кейбіреулер Құдай дейді, кейбіреулер жаратқан дейді, кейбіреулер Алла дейді, кейбіреулер көк тәңірі дейді. Бірақ не десе де ол күш бізден мықтырақ екені, және де әрдайым ол күш бізге тек жақсылық тілеп демеп жүретіні анық.